Қайырлы күн қымбатты достар, тағы да біздің кезекті шығарылым 3D әңгіме бағдарламасы. Бүгін бізде қонақта, енді ол кісіні әлеуметтік желіде отыратын адамдардың барлығы тану керек. Асылжан Омаров деген ағамыз бар, қазақтың Джимми деген лақап атпен танылған. Біраз уақыттар өтті, қазір енді ол кісі эфирден шықпай жүр. Сол кісіні шақырып, білеміз бұл кісіні қатты әңгіме айтатын, сол кісіні арнайы шақырып отырмыз. Аға, қош келдіңіз. Қош көрдіңіз аға. Қош көрдік. Амандасыңыз тағы да. Яқта да эфирде де бір амандасып. Енді Қазақтың Джиммиі деп айтпай қойықшы. Қазақтың Робин Гуды деген сот алып кетті. Мен өзім атымды ұмытып қалдым қазір, Джимми деп. ана күшті ғой, негізіне бір лақап ат деген керек қой негізінде. Ол да танымалдыққа керек. Біз енді ең бірінші алдында жаңағы интернетте жүргенді көрдік, одан кейін Уәлібек ағамыз бастаған Шаншар театрынан басталды ғой, негізі үлкен танымалдылығы. Енді ол оғанда бірден келу, Шаншарға енді бірден келу өте қиын ғой. Ең бірінші Ләйла Сұлтанқызы деген әпкеміздің әйел бақыты деген бағдарламасы болды ғой. Тікелей эфирден болады. Көрмейді екенмін негізі әйел бақыты деген. Өйткені менде ауылда жүргенде оны көретін уақыт болған жоқ. Мен өзім охотник болдым. Рыбалка менің жарты өмірім, негізі Сырдариян жазып, біздің ауылдан Сырдария бір жарым километр жер. Жаяу барамыз да, балығымызды аулап, охотамызды атып жүріп. Сол охотада жүрсем, бір кісі звондайды, бір әйел кісі. Саламатсыз ба, бір қоянды қуып жүргем, падранға кеткен қоянды. Ол кезде простой телефон ғой, ортасынан бірақ басылатын. Тырт дейді. Соны алло десем, саламатсыз ба, сізді әйел бақыттан мазалап тұрек дейді. Сосын мен енді әйел бақыты, ол не дедім әйел бақыты? Мен әйелім итакта бақытты. Мен күн жегені қырғауыл, қоян, жегені қырғауыл, балық десем, жоқ сіз дұрыс, қой уақыт жоқты қойып қойдым. Одан тағы звондайды, сіз дұрыс түсінбей тұрсыз, әйел бақытына осылай шақырту сізден деп. Сендер мені шақырсаңдар әйел бақыт емес, қылмыспен жазаға шақырыңдар дедім. Мен браконьермін. Жана күледі, аға сіз дұрыс түсінбей тұрсыз деп. Ана Мейірбек Сұлтанған деген ақын бауырым салған Инстаграмға. 2 күнде 2 миллион просмотр көрген ғой. Ән айтқаныңыз салған ба? Ән айтқаным, бір Мейірбек Сұлтанған ақынды шәуілдір деп, шиел. Содан енді не керек, Ләйлаға барам студиясына. Сіз түгіл бұл жерге жаңа үлкен Шаншар Уәлібек көкемдер барыпты ол жерге. Бұл енді бағдарлама әйел бақыты болғанмен ішінде бөлінеді тарамға да. Соны мен енді тойдың камерасынан басқа ештеңе көрмеген адам, анарда мынандай 7-8 камера тұр, сасқалақтап. Немен айналысасыз деді ғой енді Ләйла әпкеміз. Мен 80 тракторым бар дедім, Құдайға шүкір 80 тракторым бар дедім. Бүйтіп, енді ана түрінен де байқамаппын, бүйтіп қарады, сіз миллионерсіз ғой деді маған. Құдайға шүкір миллионермін дейді, бала шағам бар, үйім бар, тракторым бар деймін. Сіз миллионерсіз ғой дей береді. Құдайға шүкір миллионер. Содан бір кезде тікелей эфир ғой, кетіп қалды, әңгіме кетіп қалды. Мен енді боқтап қоймайын деп отырмын ол жерде. Бізді Қызылордада шешеден жаңа туысқандар шешеден сыбаймыз ғой. Боқтап қоймайын жай сөйлеп отырмын. Бір кезде біреу звондады, сіз не деген сараң байсыз. Не бүйтіп қарадым, не болды? Сіз сараң бай екенсіз. 3 тракторыңыз сатып клип түсірмейсіз ба, мынандай дауыспен неғып жүрсіз дейді. Сол кезде барып түсіндім да, мен сөйтсем Ләйла 83 тракторы бар деп ойлаған ғой мені. 80 деген трактор бар? МТЗ 80 деп айтпаған ғой мен 80 деп. Содан Ләйла деген тікелей эфир реклама дейді да, күле береді. Сосын мен Ләйлаға айтамын да, мен 80 тракторым болсам бана бағдарламаға келмеймін ғой деймін. Қызықсынбайын дейді. Біреуге 20-30 мың теңге беріп, өлең айтып қоймайын ба мен 83 тракторым болса деп. Содан енді бір кісілер, шиелде бір Сардар деген ағамыз, Уәлібек көкем досы, мына тыңдап көрші, бала қор болып кетті, трактор айдап жүр деп. Сол әкең белгілі ғой енді, шиелге концерт берген кезде барып, бір екен айтқызып, кәсім шалбарың бар ма дейді. Бар дедім, онда кеттік жүр деп. Соны алып кетті, Құдайға шүкір. Содан енді әлі сол енді, Шаншарда. Сол Шаншардың арқасында әлі нан жеп жүрміз. Білмеймін енді, ол біреуден естідім ба, Уәлібек ағадан біреу естіген, мен одан естідім да. Короче, мынандай болған дейді енді. Білмеймін, сіз енді қазір Асекең жайлы ма? Асекең жайлы. Асекең солай Шаншар театрына шақырып, өстіп айтады болғаннан кейін уже Уәлібек ағамен тығыз араласып кеткен. Арада біраз уақыт өткеннен кейін Асекең Уәлібек аға, мен
бір клип түсірейін деп жатыр едім, ақшам бар. Иә, сол клипіме идея айтыңыз деп келген ғой көкеме. Валек көкем, менде бір күшті идея бар. Короче, клиптің басында сен бір соқыр қызға ғашық боласың. Соқыр қызға ғашық болып жүресің, ғашық болып жүріп, клиптің орта жағында бір көзіңді ойып соған бересің. Ана соқыр қыз көзі көрсін деп, ана ғашықсың. Сөйтіп о қызға көзіңді ойып бергеннен кейін, клиптің аяғына таман о қыздың көзі көріп, сені көргеннен кейін, сені жек көріп кетті. Ол керісінше ғой, ол маған ғашық болады о қыз. О қыз маған ғашық болады. Ана мен ән айтам ғой. Ол Валибек көкем тойларға кіргізген кезде бұны айтады. Бұның түріне қарамаңыздар, дауысын тыңдаңыздар. Бұның дауысын радиодан тыңдасаң дейді, енді кім айтып жатыр деп таңғаласың дейді. Мысалы ана индийский кинода да бүкіл әнді бір реңі жаман бір қыз айтады екен. Реңі сахнаға келмейді деген бар. Мен чопа-чоп сәл келеді боясаң. Анаң вообще келмейді екен да. Сол ана қыз ғашық болады дейді саған. Қатты ғашық, өлермен болып сенің дауысыңды тыңдап, содан ананың ғашықтығын сен білем ғой, сен жаңағы аяйсың да барып. Бір көзіңді ойып бересің дейді да, содан анау көз салып көреді да. Неге бердің көзіңді деп айтады дейді. Неге бердің, мен соғыр болып, сол немен ғашық болып жүре бергім керек еді саған, сол сезіммен. Түрді көріп ғашық болмай қалады. Көзін дейді, шығып ойып алып тастапты дейді. Керек емес саған көз. Мен де айтып берейін. Неде Таразда оған оқиға екен да, Тараздың біраз тамадалар біледі бұны ше. Құдалық күтіп атқан ғой, бір главный құдағиды күтіп атқан да. Алып қояйық құдағи деп арық біреу барып тұр дейді да. Ана сипаттау бойынша Жүсіп көкем сияқты дейді, бірақ одан да арық дейді, бірақ мұрты бар тура соған келеді дейді. Құдағи алып қояйық. Ана жоқ ішпеймін дейді. Қайда қоймайды деді, құдағи алып қояйық. Жоқ, кім ішпеймін деп. Көтің қышы құдағи деп айтады дейді. Тамады дегенге еске түседі ғой енді. Ана 10 адам жүргізетін тамады бар екен. 12 адам шашып алады деген да анау. Содан 10 адам әдем жүргізеді дейді, бірақ 10 адамға ше. Тарста сол 10 адамға ғана тілек дайындап келеді екен. 12 адам аналарды қайталай ма бірдеңе қылады да, шашып алады. Шашып алады дейді. Құныққан ғой енді ақшаға, ана көп адам жүргізетін нені адамдар көп ақша алады ғой. Сөйтеді да тәуекел деп 200 адам той алады бір күні. Осы біздің сыр жақта. Содан 200 адам шашып быж-жыз қылады, той емес быж-жыз болады. Содан ананы өзі қаттырақ жүретін жаңағы қараңғы жерлермен жүретін кісілер екен аналар. Ұстауы дарияға ағызып жүрген ғой ананы. Бар кет сен. Содан ана бір дарияда ағып баратқан томар тауып алыпты. Соның үстіне отырып алып ағып барады, шиелінің тұсынан кетіп барса біреу қармақ құрып отыр екен бір кісі. Соны ана енді ағып баратқан адам көргесін айтады ғой, ей сен қаяққа барасың, тоқта деп арқаны лақтырып, қоғамға қандай пайдаң бар сенің дейді. Сен шығарып алайын мақұл деп. Сөйтсе, көке тамадымын деген ғой анау. Ойбай, как раз мен балам ертең үйленеді, маған тамады керек. Сен тартып алайын деп жақындап қалған кезде, көке тойыңызда неше адам болады депті. 400 адам болады. Арқан жібере салыпты анау. Не болды сіз? Көке бәрі сіз ағыз жібересіз, оны томарымнан айырылып қалмай ағып кете берейін деді. Ары қарай. Күшті ғой, 11 адам болса шашып алады екен дейді. Иә, 10-нан асса шашып алады екен. Негізі қазір енді недесіз ба? Алматыдамыз, иә. Бірақ Жаңақорған туып өскен жер. Туып өскен жерім Жаңақорған Түкіскен деген ауыл. Серік Ибрагим. Серік Ибрагим, інім. Иә. Сол жерлерде өскенбіз. Біздің енді ауылдың әңгімелері. Ауылдың әңгімелерін айтыңызшы. Ауылдың әңгімелері деген көп қой негізі. Бір заправкада бір көкеміз істейді енді, өте ақкөңіл кісі ана кісі. Солярка алады, бензин алады, тасты ала береді ол. Өліп қалған малдың сүйегін ала береді. Не екенін білмейсің оның. Сыпырғы деп ат қойып қойған ана. Тап-таза сыпырғы да енді. Содан бір күні несіне солярка құйып атады ғой жаңағы. Кранттан алып, бөшкесіне солярка құйып, солярка деп су құйып атса да, көкең су құйып атыр десең, құя берсін, ертең өздері алады қайттан дейді да. Оны қайттан өздері алады. Сондай кісі тұғын анау. Сол бір күні бензин балыққа барады бір екі жігіт. Көке қарызға бензин беріңізші, міне сеткіміз, міне қармағымыз, қазір барамыз да, сырға барамыз да, патыр тұр аулаймыз да, балық әкеп береміз. Болды дейді. Бензин алады. Сөйтеді аналар барса, енді дұрыс болмаған да бір балық түсіпті енді. Білектей бір бала, бірақ балық түскен.
тартса бензинге жетпейді дейді ана ақшасы. Содан ана жігіт тас толтырған ғой ішіне. Балықтың ба? Балықтың ішіне. Ауыр болсын деп. Нығыздап тас толтырған. Балық апарып беру керек қой, тартады, бензин ақшасы шығады. Рахмет жігіттер деп келеді. Ертеңіне ана екі жігіт өтіп бара жатса, жаңағы заправщик көкем шақырып алды. Бергеңді. Балық судан ұстадыңдар ма? Тастан ұстадыңдар. Ақ көңілді. Иә, тастан ұстадыңдар ма? Бізде де ауылда бір до того қатты айтатын әңгіме айтатын кісілер бар ғой енді өз. Иә. Ауылда өз қатты айтатын әңгімен. Біздің ауылда бір ағамыз бар, қазір қалада тұрады. Сол Алматыға көшейін деп жатыр да, үйі бар мына жерде. Сол үйін бізге алып қал дейді. Мына үйді алып қалсаңдаршы, мен бөтен біреуге емес, сендерге сатайын. Жақсы үй. Жақсы үй деп жатыр ғой енді. Бізде енді о деп жатырмыз. Қаншаға бересіз деп оны сұраймыз деген сияқты. Бүйтеді ғой. Енді ана үйіне рекламасын бүйтіп жеткізіп жатыр да. Мен саған 60 миллионға берем бұл үйді. 60 миллион теңгеге берем. Сен бір жылдан кейін келем, мен қайтып бұны сатып жібермеші, мен өзім 63-ге аламын сенен дейді ғой. Ана үйінде да жақсы берген соншалықты. Мен қайтып келіп бір жылдан кейін сенен 63-ге аламын сенен дейді. Заттыбек көрші боласың дегендей болып тұрды десе, бір жер сатамын деп қойыпты. Ол жерде негізі жерлер бір 2 миллион дейді. Сөйтсе 4 миллион деп қойыпты да ана жерді. Звондаған ғой, не қымбат ана, ол жерде примерно жобаласақ 2 миллион ғой, Заттыбектің көршісі боласың дейді. Одан не пайда? Зато Заттыбектің көршісі боласың деп па? 180 килолық бір жігіт бар ауылда. Өте үлкен. Өзі бірақ мына жүкеңдерді салса, ана жігіт. Енді оқымай қалған ба, білмеймін. Біреулер бар ғой бір әңгімен қатырады, бірақ әңгімен қатты айтады да, бірақ тамады болуға, сахнаға жоқ. Өзімен өзі жүрсе жақсы сөйлейтін. Мысалы, араяқ біреуді салатын болса, соны көресің ғой ана кісіден, бірақ 180 килограммда салмақ, бойдақ. Соны бір кісі айтты, қызымды алсаңдар, бір бай, бір джип қосып берем деген ғой. Содан жаңа ағасы, сен үйленбейсің ба, жүр, мен сен жаңа ана байдың қызымен таныстырайын, бір джип қосып береді екен деп апарған. Сөйтсе, анау да сол 170-180 ояқ қояды дейді жаңа қыз. Джипті әшін бермейді ғой енді. Сөйтіп шыққаннан кейін сөйлестіріп, екеуін алып шығып, баланы әкеп айтады дейді, не алдың, сөйлестің ба, алатын болдың ба десе. Сөйтсе жаңа жігіт айтады дейді ғой. Мақұл енді бұл кісіні, бұл қызды алып мен бір жип алармын деп айтады. Екеумізден туған қызды екі жип беріп өткізе алмаймыз ғой ертең деп. Жаңағы действительно бір Атырау жақта ма бір жігіт бар екен, осы ақындармен қатты араласатын, сіздің әңгімеңізден еске түсіп жатыр да. Аты жаңылмасам Қосқали екен. Қосқали дейді. Қосқали. Соған жаңа Жүрсін аға айтқан ғой, енді ол да үлкен, бой 2 метр, салмағы 150 ма сондай. Сол кісіге айтқан ғой жаңа Жүрсін аға. Саған бір қали аздық етеді ғой, действительно, Қосқали болатындайың бар деп. Сол жігіт енді аяқ киімнің размері деген енді бір 45-46 дейді да енді. Дәу аяқ киім. Шлөкпен бір жерге келген, сөйтсе, менің сияқты бір аяғы кішкентай 39-40 размердегі біреу аяқ киім бере тұршы деп аяқ киіміне киіп, жаңа туалетке ма бір жерге барып келген ғой, кисе ренжіп жатыр дейді да жаңағы кісі. Немене бәле мынау? Киіміңдерші менің аяқ киімімді. Киіміңдерші деп. Аналар айтты, неме ренжисің, пәленшеу. Біз сенің аяқ киіміңді дәуірт жібереміз ба, құрт жібереміз ба, не ренжіп жатсың? Ешқандай зиян келтірмейміз сенің аяқ киіміңе десе. Жаңағы кісі айтты дейді, білмеймін әйтеуір. Туалетке барасыңдар да шлөкпінің артына шығып келесіңдер деп айтты. Біздің ауылда енді айтсам таңғалатын жарсыңдар, бір ұры бар да, бәрі біледі оның ұры екен. Бірақ ол өзің жоқта ұрламайды, өзіңнен ұрлап кетеді. Кәдімгі өзіңнен көзбе-көз тұрған кезде анаған бересін енді беретін нәрсе. 3 карта алып, совхоздың директорынан, совхоз балалармен спор ойнаған ғой. Короче, мен қазір 200 мың алып шығам совхоздың директоры. Совхоздың директорына қарсы сөйлеу деген ол кезде әкім ғой, әкім ғой. Содан карта сатып алады, бір 250 теңгеге. Сөйтеді 3 тұзды алып алады қолына. Кіріп кетеді ғой директордың үйіне. Сөйтеді 200 мың теңге алып шығады да, картаны жыртып есігін алып лақтырып кетеді ғой. Сөйтсе анаған айтады дейді, көкем мына 300 келіп тұр, мына үйде карта болып жатыр еді. Мырласам болды, аламда қайта әкеп берем, беріңізші деген. Ана картаны ше. Ана сол сенге де ойбай мә деп 200 мың берген, алады да кетеді.
сол жігіт Түз құрап тұр деген. 300 қыр алып тұр, қараңызшы деген қолымда. Мырлай алмай жатырмын, 200 мың берсеңіз, мырлаймын да, алам да қайттан әкеп беремін көке деген. Анасы ол сейбін ашқан, ақша көп қойын, директор 200 мың береді. Картаның есігін алдына жыртып кеткен ғой, азанда көріп. Мына алданған. Құтты баяғы алдар көсе бар ғой. Анау сотталмайды ол. Сосын өзің бергеннен кейін не дейсің оған? Мысалы, ештеңе айта алмайсың ғой. Бір Сырдария бізден 200 метрден 1 километрден жаяу барып келе береміз. Содан ақшадан қысылса, любой адамды алдап кете береді. Сөйтіп келеді да, бір кісі 66-шы жылғы бір ағамызға кепті да, көке мед жейсіз ба депті. Жеймін деген ғой. 5 литр баклашкамен 5000 теңге алып шығыңыз, мен сізге литрін 5000-дан жақсы көретін көкемеңіз. Ана фалшорыстар келеді бізге көктемде ана жиде, Сырдарияның жағасында нелер гүлдеген кезде. Анау менің нем, қазір барамды алып келемін де жолдан тастап кетемін. 5 литр канистр берген, анау ақшасын берген, кетеді. Аллах акбар, жоқ қой анау. Бітті ғой енді, жоқ 5000 теңгені алып. Содан көршілер бәрі мазақтайды екен ананы, медпен шай ішейікте, медің қайда, медпен шай ішейікте деп ауылда бірдеңе іліп алса қоймайды. Бір күні самаурын жинайтындар келген. Самаурын машина жөндейміз деп айғайлап жүрді. Сөйткенде анау көрші, негізі ауылдың адамдар аңқаулау келеді. Ол қайқа апарасын, қайт жөндейсің деп сұрамағанда, самаурын, 2 самаурын беріп жүрген қалаған. Ол алғанда самаурын өткізетін жаға кет, жоқ, ол самаурында жоқ. Сөйтсе ана көрші айтады, самаурынға шай қойса, мед апарам деп айтады. Екеуін алдап қойма. Екеуін алдап кеткен. Ауылда действительно сондай адамдар көп. Үш-түз мықты алдапты бірақ. Бір көкеміз өтте жаңағы аңқылдағы енді 6 адам сабап гайлерге өзі бар. Қылмыс жасадым деп барған ғой гайлерге. Милицияларға сөйтсе аналар зәрес қалмаған ғой, ойбай адамға ақып кеттіңіз ғой, неғылып 5 адам сабап едім, кешіріңдерші деп айтады дейді. Сөйтсе көке сіз жүре беріңіз енді, болды, полный деп айтады дейді да. Сол бір 2 жыл болған қайтыс болғанына. Естімей қалған ғой енді ана кісі бір жағы кетіп қалған ба бір кісінің. Сөйтсе 2 жылдан кейін біреу айтты, пәленше көкеміз қайтыс болды. Ойбай мен естіген жоқпын, бармаппын ғой деп. Азанда жетті, аңырап жылап барады дейді. Көкем айтты. Үйіндегілер аңтаң уже 2 жыл болған қайтыс болып кеткен. Аңтаң біреу қайтыс болды ма, не болды енді? Шықса кеп құшақтасып көріп, үлкен баласы айтады. Көке енді ұмытып келе жатқанда не алдыңыз деп айтады. Қайттан еске түсіріп жібердім. Ауылда, сіз айтпақшы, ауылда, біздің ауылда бір адам бар да енді. Білмеймін енді, ол өзі сондай ма, байғыдан сондай өтірік айтады да кәдімгі. Өтірік айтады. Оны бүкіл ауыл біледі оның өтірік кіші екенін, бәрі біледі да, короче. Өтірік айтқанда ол ішіне зиян келтіретінін әдемі өтірік. Мақтанып тұрып өтірік да, баяғыда біреу мысалы бір осындай әңгіме болып жатса, қауын пісіп жатқан кезде бір әңгіме болып жатса, мысалы кеше үйден мынандай қауын шықты бірдеңе десе, ой, ничего ол деп бастайды да ол. Бірақ оны категорически өтірік екенін барлығы біледі. Сол қауын әңгіме жатқан кезде айтқан ғой сол. Ол қауындарың ничего, біздің кеше огородтан бір қауын шықты. Көкем енді папаларын, мамаларын көке тәте деп сөйлейді ғой, әпше деп деген сияқты. Көкем қауын алып кел, үзіп алып кел деді. Бардым да осындай бір қауын енді бір өзім көтере алмадым мына қауынды деген ғой. Алла жандыла жыртылып жатыр. Жаңа үйде жиенім бар еді, сол жиен екеуміз үзіп қауынды әкеп сөкіге жаңа тапшанға қойып қауынды сойып қойып ішінен бір қоян шықты. Жүгіріп деген ғой енді. Сондай әңгімелер да өтіріктеріне енді андай жының келетін өтіріктер да. Бірақ тыңдайсың. Сөйтіп соны енді әңгіме бұда емес, әңгіме. Бүгін маған керек әңгіме екен да мынау ше. Азынан кешке дейін тыңдайтын. Сол өтірік әңгімелерді барлығы біледі ол кісіні енді. Енді атын айтпай ақ қояйын, мысалы аты Сәкен дейікші мысалға да. Сәкен деп айта салайық. Мысалы Сәкен емес бірақ. Сөйтіп ауылдың общий отыратын чат бар. Сол чатқа бір жігіт. Анау Сәкеннің нөмірі бар ма деді да. Өтірікші айтатын, өтірік айтатын Сәкеннің нөмірін сұрап тұр ғой. Енді ол өтірікші деп айтамайды. Ана пәлен жылдағы Сәкеннің нөмірі бар ма деп жіберіп еді. Сөйтсе бір бала жіберіп жүріпті нөмірін. Сәкен шындық деп. Шындықта сата қойған ба? Шындықта сата қойған ғой. Кәдімгі құладым ғой. Енді біз кішкентайымыз қалтамда ақшам бар. Мен дос балам бар, өзім класстасым. Біздің үйге көбіне менің үйіме келіп қонып кететін. Екеуміз шемшке аламыз. Бір үйде қаптап ана 240 стаканмен шемшке сататын еді ғой баяғыда. Ақшамыз бар, бірақ барып алайын десек, жаңағы кісі огород егетін 69 жылғы ағамызды аяқ қолын бүйтіп қосып байлап кетті. Мас анау. Енді мінезі бар да ана ішше үйін қырады, жан жақты қырады, көшені қырады.
сонымен екі ағасын шақырып бір кәрі әжесі бар үйінде. Ананың екі қол аяғын бүйтіп байлап кеткен. Сонда мен ақша пәленше тіленше апа деп мен ақшаға алайын десем, қасымда досым тұр, жынтысың ба деді. Анауың байланып жатыр, ананың көзі көрмейді апасын. Бұны салайық қалтаға, тегін дүние ғой деп. Салсақ салайық деп екеуміз орбана 200 грамм стаканмен салып отыр. Апасының аяғында ұршық үйіріп отыр, ондай жерде онша көрмейді ғой енді үлкен кісі. Сонымен жаңағы бір адам есін жинап қапты уже ше. Бүйтіп қарады, жатып. Не істеп жатсыңдар дейді. Жаңа шемішке ұрлап жатырық дейді досым. Бір кезде апа қолымды шеш деді. Мыналар жаңағы шемішкені ұрлап жатыр дейді. Жат шошқадан жаңа сен көзіңе бірдеңе көрініп жатыр дейді. Әрең байлаттым, екі ағаң шақырып дейді. Анау әрбірден бақырады. Апа мен сауықтым, шеш қол. Жаз бойғы еңбегімді ұрлады ғой мыналар, шеш дейді. Жоқ, шошқадан сен көзіңе бірдеңе көрініп жатыр дейді апасы. Сөйтіп ұстай алмайды. Ертеңіне айдайынса күлкі болады уже бізге. Үлкен кісі ғой енді. Сосын огород еккенде, сосын әкесі орысша сөйлейді. Әптен Дариядан паромда жұмыс істеген. Қазақша болған, болмаған, бірдеңе деп сөйтіп жүреді. Сонымен огородтар жайқалып тұр. Енді бәріміздің үйімізде қауындарымыз бар, бірақ біреудің үйінен ұрлап жеген тәтті бола ма? 4 бала сол үйден ұрлаймыз барып. Ұрлағанда да бір-екеу алып кетпейміз ғой, бейшараны жапырып, ананы жұлып, мынаны жұлып, пәлегін жұлып. Сол бір күні төртеуміз түстік үйіне. Ұрлыққа түстік жайлап. Сөйтсек, қарақшы тұр да бейді. Сосын мен бардым да, мыналар қорсын деп қарақшыға қойды өзінше. Бізді қорсын деген ғой дедім да, бір қауын үздім қарақшының түбінен. Нады ғой дейді, қарақшының түбінен алам ғой мен деп. Қарақшының түбінен бір қауын үздім да қойып, тағы бір қауын үзейін деп ары қарай барып. Екі арғы өтіп, үзейін деп жатсам, қарақшы тағы қасымда тұрды мен. Жүрген сияқтымын ғой деп. Сөйтсем, анау датабол киген ғой, қарақшы болып тұр ғой. Қолын шешіп үлгере алмай жатыр екен де анардан шығарды да желкеден ұстады ғой, шақ етті. Өзісін байлап тастаған деді ғой, ұстаған кезде ше. Ұстадым ау деді ғой, өзі ұзайым бірдеңе. Содан бардым, 4 дарбыз әкелді. Атасы пышағы бар жаңа сойды. Еш деді. Содан анан жейсің ғой, бір бетін жедік, иттелеп жүріп. Анау жұтылмайды ғой дады ғой, дарбыз ше. Еш, блядь. Ана пышақты бүйтіп тақайды. Алан жейміз жұтылмайды. 2 күн дермен тарттық үйінде, күріш дермені бар еді. Ал енді сендер болсын сіңіресіңдер деді да, 2 күн кәдімгі күріш дермен тартып өліп қалды. Одан кейін ұрламайтын болған жер. Одан кейін қайтып ұрлайсың жүр, қарақшы көрсең қаша беретін болып қалды. Жаңағы 180 килолық жігіт бар ғой, сол айтады өтірікті. Өтірік екен, өтірікші екен білесің, бірақ сеніп қала бересің анаған. Мен трактор айдадым ғой кезінде. Оның бір 10 шақты гектар жері бар. Сол анау енді келмеймін деймін ғой, мына жерін айдамаймын мен, тырмаламаймын деймін. Бір есің жейсің бар ғой, ана жерін тырмалап жүресің ғой, датом миыңды айналдырып тастайды. Сол күріш сатады неде, осы Шымкентте. Сөйткенде қайнағасы біреудің қызын басып ақпашып кетіп, сотқа береді ғана үй. Сөйтеді да, ойбай, күйеу бала, сен енді тілің бар ғой енді, кел. Өзі ана арабша, қазақша, әртүрлі сөйлей береді, өзбекше бірдеңе. Арабшаны сөйлеп, ана инна деп аударады сөйтіп, молдалар сияқтанып ше. Пайғамбарымыз айтқан екен деп, ана қотты бір молдалар сияқты ананы тыңдасаң. Сөйтеді да, барады енді қайын жұртына. Күйеу бала қайнағасы сотталайын деп тұр. Сөйтеді да, жүріңіздер дейді, енесі мен атасын ертіп алды. Мен не десем де үндемей отырасыздар. Бірақ анадан бірдеңе алып шығамын сіздерді дейді. Шапан киіп жүреді өзі. Сақал өсіп кеткен, бір молда сияқты. Сөйтеді да, басына сәлде орайды да, ана үйге барады. Ана екеуін ертіп, сөйтеді да, осында пәленше мешіттің имамымын. Сөйтеді да, мына екі көргенсіз дейді. Ана енесі мен атасын ше. Мына екі көргенсіз білместік істепті. 80-ге келген апа бар екен үйінде. Соған айтып, мына апаға келсеңдер, сендер бермеймін алдынан өтсеңдер. Не деген көргенсізсіңдер деп, ана атасы мен енесі жер-жеріне жеткен боқтап бұрылып бір кез мен намаз оқып алайын деп сыртқа шығып өтіріктен құман алып шықсам дейді, уже қой сойылып жатыр дейді да. Кешірім берген білдім дейді. Сөйтіп айқайлап ана азан айтқанда бар ғой, енді айтып отырмын ғой жаңағыдай. Ажыртамай қаласың. Молда екен деп қаласың анан. Сөйтіп Құран оқып, сөйтіп кетеді, қызды алып кетеді ғой, кешірім беріп, қызды алып ертеңіне свадьба болып жатса, сақалына араққа тойып алған жаңа билеп сөйтсе құдалар. Кешегі молда емес па дейді. Бір бітім өтіріктің де өзінің бір пайдасы бар да, сол бітімгершілікпен пайдалансаң жақсы ғой. Ол
бір ситуациядан Иә, шығу үшін айтылатын шығып өтіріктер күшті ғой. Анауың енді любой жерден шығады атаң. енді әзекең бір арасында бір ән тыңдап қояшы нұреке. Әнге де байланысты бірдеңелер шығар, күшті әңгімелер еске түсер. Қазақша ән айтам. Мхм. Тойға барсаң бәрібір жемейді сұрайды. Жемейсің ғой, жемейсің ғой. Бір күн тойда өйстіп жемейді айтып болсам, бір кісі келді де қалбалақтап келіп микрофонды алды да. Короче, бауырым, сен маған переводын айтып бер дейді ғой. Аударып бер маған дейді. Жемейдің. Сосын кейін мен микрофонды қайттан алдым да, аға ренжімеңіз, енді біреудің тойында мен бұны сөзбе-сөз аудармай ақ қойын. Былай примерно айта салайын, махаббат туралы дедім да. Махаббат туралы ғой енді индийский кинолар. Сол жемейді айтайын енді. Japera, Jamera, Bulaje, Meria, Dunya hai dalwalo ki. Интахи тыңдағансың ба нұреке? Интахиді. Интахиді бір айтшы сізге. Не Есқара полный сіз екен ғой негізінде. Сізді ұрлай. Есқара, ана плюс жаздырып алған бір күні. Белые розы, детство, сосын жаңағы Әлшер Каримовтың Әндіжанның полкасында дейтін бар ғой. Соның бәрі, бейді бәрі, Шаншарда жүрген кез ғой, гитараны жоқ ол кезде. Түркістанға бір тойға барам. Тұрым жаңа, белые розы, бәрі билет, бір кезде, бір ең кездер, дәу кісі келді, қолыма микрофон жолып алды. Ал, без ашетіне жеме орып тұр. Ал, менде микрофон жоқ, көке берсеңізші деп, жүрмалан, кәйіп. Сөйтеді, маған айтады, осы орында жаман ой жоқ қой, мен микрофон жауып қойғам. Нан танисыңдар ма, мынау жемей ғой деп айқайлап жатыр да өзінше анам нан дауысын аяқ шықпайды дейді. Көке беріңізші деймін. Позор. Бұл кезде андай дискет мынандай дискіде. Сонан алдында енді дедім, мына көрмегенім плюс болсын. Не болса да мен тірі дауысты айтайын дедім да. Енді лақтырдым ғой жаңа дискіні. Құдай құрсын деп. Содан кейін Құдайға шүкір әйтеуір живой тірі дауыспен. Күшті ғой. Дауысының өзі, мен ана Түркістанда бір тойда ғашық болған Масекең даусына. Келді дағаны, осы нені айтты ғой, ана қолмен жадеа деп айтқан кезде, ана қолмен четко шығады ғой. Мен өзім даусыма өзім ғашықпын негізі. Жоқ, мен өйткені былай ғой, любой отырысқа барып, мысалы, танысын танымасын бір ән айтсам, жұп дейді да. Соған қарағанда әжіптерім даусым бар ау деп ойлаймын мен. Өйткені мен де біреулерге құда болып барам, бір жерге қонаққа барам, сол кезде бір ән айтқан кезде біреулер айтса, ұнаса аяқталмаса екен деп отырамын да. Ал біреулер қуады, үрейдім, мынау қашан бітеді дейсің ғой енді ішіңнен болса да, сол сияқты мен жұп дегеннен кейін Құдайға шүкір әжіптерім ау деп қоямын. Сендер де жұп деп жатсыңдар ғой енді. Жұп деп жатырмыз. Енді мынау Әли ренжімейтін жар енді, Әли көріп қойып, мен TikTokта да прямойда отқан кезде Әлиден кешірім сұрап барып айтам бұл әнді. Әлидікі емес қой. Интахи. Мен сен бүгін түнде өтем дейді. Бүгін түнде өтем деп, өлтіріп кетпе деп атқан ғой Әлиге. Айтайын енді бір жолға, ренжіме Әли. Оң екі ақ қатар емес па, сіз куплетпен айтсаңыз? Иә, оң өзі екі ақ қатарға тіл келмей ма? انتهي مش كفاية لك تجرح حرام وعلي انتهي انت لي يا حبيبي نالي ابو وجهي انردي لك تجرح حرام وعلي انتهي انت لي يا حبيبي نالي لو كان نهب ناويلي مينا ولو كان نزتني ما دبوالي لو كان نسيف عيش بجرا لو كان نهب
ناولي منا ولو كان نزتني ما دبوالي لو كان نسيف عايش بجراه عايش بجراه кеше Ләйла Сұлтанқызы тағы шақырды бағдарламасы, төрлетіңіз деген бағдарлама. Сөйтіп, сол жерде айтады да маған, Асылжан, сенің керемет даусың бар, мен мойындаймын дейді да. Неге сен қазіргі әндерді неге шырқамайсың сен? Неге сен қазіргідей ән шығармайсың? Мен кешіріңізші, мен жасым 44-ке келді, мен жаңылтпаш айта алмаймын дедім да. Жаңылтпаштан баяғыда екі алатын едім мен сабақ оқитын кезде. Әлде де жаңылтпаш айта алмаймын. Өйткені жаңылтпашта қазіргі әнді, мысалы, білмеймін, бір ай телефон неден тыңдап жүресің, машинаның магнитофонынан. Бір айдан кейін жоқ қой уже. Жоқ болып кетеді. Баяғы, мысалы, Атамекен, кімдер, Гаухар Әлімбекованың әндерін мойындаймын, мысалы. Айтсаң, негізі сізге мен ойымша ше, бір жаңадан ән жазып, оны хит қылам дегенше, осындай әндердің каверін айта берсеңіз. Керемет кетеді. Соған енді iPhone алдым ғой кеше. Соны бастайын деп. Анау мен тікелей эфирде отыратындығым Redmi 12 Pro ма, немене сондай мен. Ол енді әдемі, ана телефон өзіме ұнайды енді. Қатпайды. iPhone-нан кем емес анау. Бірақ енді тікелей эфирде өлең айтып отырсам, бір күні бір жақын інім жазып жіберді да. Аға, Құдай үшін мен аға берейінші iPhone-ды, ананы тастаңызшы ана телефон. Не болды? Құтты бір анау баяғы индийский кинолар болады, бүйтіп тұрады. Құмның ішіне тұрғандай. Сондай болып тұрсыз, кішкене ана эффектті қойып, білмеймін, эффектті қойсам ернім боялып кете береді. Қазір TikTok'та стримде отырасыз, көбінесе. Ол негізі стрим дегенде жақсы, негізі барлығы отырады, ақша табады, содан әйтеуір майда шүйді. Енді ақшасын білмеймін, маған әйтеуір халықтың менкілердің бәрі білмеймін, стройка істейтіндер ма, ешкім гүлде жібермейді маған. Бірақ әйтеуір қошемет, рахмет, жаңада мен тамақ жеп отырып, шамалы отырмын. Құдайға шүкір енді 100% демесем де 98-97% ас болсын, брадан, ас болсын. Ал анандай негатив жазатын бір-екеуі бар, осындайлардан қалдық, бәлеге ішкен жеген салат деген сияқты. Сосын мен айтамын да, сен өресіңнен басқа жерге кіріп кеттің ғой деймін. Сен басқа тікелейлерге кіре бер. Менгіне кірмей-ақ қой, не аласың менгіне кіріп. Тағы да нелер бар? Нағашым үйіне барам, екеуміз әңгімелесіп отырамыз. Кешке ғой енді барып әңгімелесіп, шайын ішіп, тамақ ішіп, қоямын, мен қайтайын нағашы деп. Сыртқа шығып свет жақып отыр, деп бір звонок еді, шауып келді. Ойбай, мынандай итіңіз бар ма еді? Жаңа кіргенде мен байқамадым, оны өрген жоқ қой. Қорқып ол светпен істейді дейді. Светті қосқан кезде істейді екен. Қорқпай-ақ қой, ол светпен істейді. Іштеген бана даусың жоқ дегенде менде де бір оқиға болған ғой. Жұп болсын деп ешкім айтпағанда маған, мен ән айтқан кезде ше. Ең бірінші тамадалықты үйреніп жүрген кезде құдалыққа қосты ғой, құдалықтан пісесің сен. Үйрене бер, тойға шығу үшін құдалықтан пісуің керек деп. 3 ағам білем, домбыра тартылам, үй ішімізбен тартамыз домбыра. Қазақ осы дала дейтін күн дейтін деген ән бар. Өз балаңнан артық бала бар, мына одан кейін анау. Өзің болдың арманым 3 әнді білем. Ескі домбыра өзімгі де емес, жолдас баламдікі бір 3-ші ма құдалықта бір өнерлі отбасының тойына түсіп қалдық қой, құдалығына. Үйіне барсақ, залтамында 3 домбыра ілініп тұр. Менің домбырам ескі. Сөйттік тағаны тамадан мақтап бастатта бір әніме кіріп шықтым. Қазақ осы дала дейтін күн дейтін деп шығарып салды. Тағы бір-екі тосып бергеннен кейін екінші әнге кіргізді ғой. Ол ана туралы ән. Аналарға сөз беріп қойған. Өз балаңнан деп. Басым бастап жатқан кезде ананың құлағы бұралып кетті домбыраның. Даусым лақты, қайырмасына жетпей бір құда, қойсай болам. Нем қойсай болды ғой, деп ұрсып берді ғой маған. Төрім кетіп қалды ғой, өзі ол кезде вообще сөйлей алмайсың ғой. Қапқазай болдым да. Кешіріңіздер деп те айта алмаймын. Сөйлемеймін уже, халықтың алдында сөйлей алмайсың. Далаға шығып кеттім. Әлі қайырмасына жеткен жоқпын ғой әннің. Өзім қызарып, ялып тұрған ем, сол үйдің әйелі келді ғой, көкпенбек болып. Айуан, не істедің сен деді. Вообще кешіріңізші, мен осындай құлағы бұралып кетті ғой.
1000 домбыра ілініп тұр ғой, амайсың ба біреуін? Сені кім шақырды вообще? Мен ешкім жалдамайды ғой, тамадан қалса еріп жүрем. Жаттап жүрсің. Сен біздің абыройға нұқсан келтірдің ғой, сүмелек, көзіме көрінбей, құршы бір тиын бермеймін деп ше. Сөз сүйектен өтеді деген сол кезде естігем ғой. Сөйтіп жаңа тамада қайтам, жылап тұрмын, қайтам мен шықпаймын деп. Ақша берші дедім ғой, ақша жоқ, өзі 3000 теңге береді. Қалтасына 500 теңге барған, 500 теңге береді, қайтпастан алашқа дейін бір 7-8 осыны жаяу барам жылап. Ауылға такси 600 теңге, менде 500 теңге бар. Таксиге тәте 500 теңге, онда тұрып барасың деп таксидің ішінде оларды біреудің алдында отырып барасың деп қанды ішіп сөйтіп ауылға бардым ғой. Одан кейін құдалыққа деген желание кетіп қалды ғой. Ән емес, вообще тойға деген желание кетіп қалды ғой. Кейіннен әйтеуір іштегі талант қойсын ба? Жарық шықтың дейсің ғой. Сен шығып кетті ғой кейіннен. Ән айтып жатып, бір күн ән айтып жатырмын. Жаңа Уәлибек көкем айтады ғой, кімнің кім екенін білген кезде құдалыққа салып көр әншіні деген сияқты. Сол ән айтып жатсам, бір екі апа отырып алған, өзің тональсіне 2 тон жоғары айтасың, өйткені 40-50 адам отыр, соған естілу керек дауысың. Шыңғырып жатырмын. Шыңғырған сайын ана 2 апа бір-біріне қарап бет айқайлап әңгіме айтып жатыр да. Ана біртүрлі болады ғой, адам енді өлең айтып болдым да, апаны түрттім бардым да. Апа дедім. Бүйтіп, анада уақыт жоқ ана апада ше. Бүйтіп қарады. Не болды? Апа жұп қылайын ба дедім, енді ұялтайын деп, шамал тыныш отырсын деп. Сен бүйтіп айта бер, сені бәрі ешкім тыңдап жатқан жоқ дейді. Ойбай деген соң қоя салайық деп. Сені бәрі ешкім тыңдап жатқан жоқ, айта бер дейді. Бауыржан Тұрабаев братан жаңғырған емес па кісі де негізінде? Сол кісі де той жүргізіп отыр. Тыңдамай жатса, айуандар деп тоқтатып тыңдады ғой. Бәрі қарап қалды. Үйісіп айтқызуға жеткізбесеңіздерші деп. Тамада дегеннен шығады ғой енді. Тамада деген, мен тойға тамада болмайтыным. Үлкен тойларға да босаңызшы бірдеңе, жаңа ақшасы көп, ақшасын керегі жоқ, маған абырой керек. Өйткені орада импровизация бірдеңе болу керек та ол адамда. Мен мысалы талай жігіттердің қасында жүрдім. 2 тамада бір жерге тойға бардық. 11 құрсақ көтерген бір апамыз екен. Тамадылардың құлағына алтын сырға абайлап сөйлемесе қиын ғой не. 3 досты бір тамады жақсы жүргізді, әдемі жүргізді. Мен әнімді айтып бітірдім, жақсы өтіп жатыр. Екінші тамад шошаң бит шықты да, апа деді, ол сөйлеген де жоқ. Апа деді, апаны шақыр, келіңізші апа деп құшақтап тұрып. Қанша құрсақ көтердіңіз апа деп еді. 11 деп еді. Немене шошқа сияқты туа беріпсіз ғой деді. Ананы бар ғой, балдар көтеріп әкетіп қалды екінші тамадын. Барсам үтіктеп тастаған ғой. Осындай жігіттер деп не yapsam, бауырым сен араласпан мынау жүрген. Мен анама той жасап алдым, бұл шошқа деп. Қалай сөйлейді. Уже өте апа, бір тамадылар бар, мына бір келіншек шығарып қойып, мынадан денесіне 2 әрбір мүшені тауып беріңіз дейді. Ананың ағасы болатын болса бар ғой, жағын сындырып тастайды анаң мысалы. Сен мен болсам мысалы, мен ананы мені мысалы қап-қара бірдеңе деп шаш жоқ адамға фен береді мысалы. Өзің импровизациямен күлдірсей мықтысың ба? Күлдір. Біреуді мазақ қылу ол деген өте төмен мағынадағы нәрсе. Мен осыны айтайын демем, көрсеңіздер. Өте дұрыс айтасыз. Сол жаққа да айтып ұрсып айтыңыз. Мен сауатты біреу арқылы мысалы біреудің салмағын, біреудің бойын Асекең мен той басқарғанын көрген ғой. Көргенмін, ол салмақты өте керемет. Мен білемін бұны. Не бір жігіттер бар, мен солармен шықпаймын. Бір 2 жігіт енді бая DVD-дің кезінде ғой, короче. Бір тойға 10 DVD-мен 10 телефон апты да неге? Ойынға. Білетін шығарсыңдар кім екен айтпай-ақ қойын. Осы Чимкенттің тамадасы, біреу Түркістандікі. Түркістанда той болып жатыр. Сөйтеді да екеуі келісіп алады, короче. Сөйтеді да бір тамад Түркістан тамады шығады да. Осы сәтті пайдаланып, мынау құда қалса, сол Чимкенттен кеп той басқарып тұрған, мына связымыз ажырамасын, бір-бірімізден хабар алып тұрайық, той көп болсын, мен бір телефон подарка қылайын деп. Жаңа Чимкенттің тамадасында телефон, DVD деген хит болып жатқан кез ғой көз. Жаңа телефон мына жерге шығарып көрсетіп жүретін кез ғой бүйтіп. Содан телефон сөйтсе анаудан мен де қорғалам ба? Екеуміз связда болайық дейді да, анаған телефон береді. Біреудің тойы, ол ойынға тіккен. Сөйтеді, алады да қайтадан микрофон Түркістан тамасы алады да. Осы тойды құда қаласа мына DVD-ден көрдім. DVD-мен. Сөйтсе анау да айтады.
Сен де көр дейді, сөйтсе тойдың егесіге екеуің бір біріңе атысып тұра бересіңдер ма? Ойын ойнатсаңдар сөйтеді дейді. Біреудің дүниесін біреуден аяймай. Ол енді бір конкретно аты бар кісілер кәдімгі айтсаң болмайды жер. Ойбай күле беремін ананы естіп атаң. Мен енді болған тағы бір тойдағы, ол жаңа сіз айтып жатсыз ғой, бір момент бар да, енді мықты жаңағы ағаларымыз бар, удачно айтатын мысалға ше, тойдағы четкий айтады, өткізіп жіберетін, ешкімнің несіне тимейтін. Бір күшті болған оқиға айтқым келіп тұр. Болат Назарбаевтың туған күні отқан ғой, кәдімгі Бөкеңнің туған күнінде Қанат Әлжаппаров ағамыз той жүргізіп, туған күн жүргізіп жатқан ғой. Ол да қуғынбай ғой таза. Енді ол кісі ренжи алмайсың ғой әңгімелеріне. Сөйтіп, Болат ағамыз, марқұм Болат ағамыздың үлкен әпкелері Болат ағамызды тілек айтып батып, Болат ағамыз үстіне сюртик патат еткен ғой. Сюртик дейтін мода еді ғой бір кездер. Плаш та? Плаш. Енді ол кісілер енді анау-мынау плаш алмайды ғой енді. Мощный бір сюртик патат еткен ғой, сөйтсе Қанат Әлжаппаров тұрып айтқан ғой, Қанекең. Осы сюртикті Болат ағамыз қанша армандады ғой, жетті ғой деген ғой. Зал деп барып күлген ғой, короче. Болат аға өзі жартылып күліп, жақсы көріп қалған ғой. Енді қанша армандады ғой деп басқаларға айтасың ғой негізінде. Сол сияқты мен шыны керек кейбір енді Инстаграмда ол енді тамадаларды көп сынасаң қазір ренжіп шығады. Достарымыз бар, тіпті жақындарымыз бар. Шыны керек өзіне удачно бір айтылатын моменті болады. Мен де қаламаймын. Мысалға да, мен біреу үшін ұялу дейді ғой, испанский стыд дейді ғой, біреу үшін ұялған ше. Жаман ғой, жаңағыдай тойда отырасың, болмаса телефоннан көріп қаласың. Өзің мысалға той жасайын деп ақша құртып, қанша шығындалып, қонақтарды шақырасың тойға. Сыйлы дейтін жақындарыңды шақырасың. Сөйтеді да сені бір тамада келеді да, ақшаңды құртып жатқан жерге сыйлы қонақтарыңның арасында сені шығарып қойып, сені мазақтайды ғой. Мысалы, сен тойдың егесісің да, сені мазақтайды. Сен пәленше ғой, бірдеңе ғой, осылай жүрсің ба деген сияқты. Мен де болсын, мен де әлі той берген жоқпын, бірақ ұратын едім мен де. Жаңағы мысалы дос жылатып айтады дейді да, осыны мысалы түсіну керек та адам. Бір күні кездеседі адамына. Мысалы жаңағы маған да мысалы индийскийді аударып бер деген сияқты. Не бір адам бар тойда. Сені қазақсың ба өзі деп айқайлайтындар мысалы. Ал мен ол индийскийді айтпасам, орадан жібермейді де бәрі халық. Жемейді, біз ғой саған жемей деп ат қойған. Давай айт жемейіңді. Жемейіңді айт деп өзі халық шулайды. Содан кейін мен айтам. Мен сосын кейін айтам, мен өзіме ұнайтын әнді, мен үйде өзім айтам. Ал халыққа ұнайтын әнді, мен халыққа айтам. Ал менен деп ана шикет жейтіндердің әнін сұраса, мен соны жаттап айтам. Өйткені ол халыққа өту керек маған. Шикет жейтіндер. Шикет тістер жаман өткір ғана тағы. Біз піскен еттің өзін әрең жейміз. Қоғамда болып жатқан осындай қиын жағдайларды может біз арқылы біз енді түзетпей алмайтын шығармыз, бірақ біз соған деген бір ой тастасақ, пікірімізді айтсақ, кейін осыдан көргеннен кейін солар шынымен де деп қалса, жеңісіміз сол ғой деп ойлаймын да. Мен оны шақырып алып айтам тамадаға жайлап, бауырым сен мынауың дұрыс емес. Мысалы бір тойда атынан ат үркейтін бір тамада, бір қыз бүйтіп еңкейіп тұрып дастархан үстін сүртіп жатыр еді, микрофон артына бар, 500 адамдық той анау. Артына барды да, қарындас дейді, бүйтіп тұрмаңыз, бүйтіп тұрамын да, мен кенжем 2 жыл туған дейді. Анау не деген әңгіме енді анау. Сосын мен жайлап ана тамада шақырып алдым, басыңнан айырылғың келіп жүр ма сенің? Не болды дейді. Сен жаңа әңгімең не ана қызға айтып жатқанда? Артықтау сөйлеп қоямын, мен білемін өзімді. Бірақ өзімді алып өтем любой жерде. Сен деп андай мысалы, любой ортада 20 адам отырса, мен 20 адам арасында мен сөйлеп отырам. Білмеймін неге екен, бәрі маған қарап отырады. Өзімді өткізе аламын оларға ше, қандай адам болса да. Бірақ содан кейін мен тойға тамады болмайтым сол. Біздікі сол ғой жаңағы. Өйткені біреуіне артықта сөйлеп қойып, әкең алсы жағынсың. Не бір адам бар ғой, білмейсің ғой. 12 адам болса шашып аламыз десе. Бір нағашыл жиен көктеу ішетін бір кісі бар ауылда. Сол жиені КамАЗ айдайды, КамАЗбен шөп тасиды. КамАЗбен шөп таситындарда ақша көп қой. Анау келген кезде, жиен ауырып тұрмын дейді екен анаған. Емдесей десе,
2000 3000 теңге бере салады, анаған еруында енді бір пресстің ақшасы. Маңыз нағашы деп. Күнде дейді анау, күніге КамАЗбен шөп Түркістанға келеді, шөп сатып келеді, анау. Ой, жиен ауырып тұрмын дейді. Мә, емделіңіз деп. Сөйтсе, бір күні КамАЗ болып бір жіп келген ғой енді. Ақшасы жоқ, кесе, жиен ауырып тұрмын десе, анау айтады дейді, нағашы үлкендеу жерге қараласыз-ау деп айтады. Менің шамам жетпеді сізді емдеуге. Үлкендеу жерге барыңызшы деп айтады дейді. Мен енді бұл өнерді бетін сипап қойғанмен, аяжанда біраз нелер жатыр ғой енді. Ол шытырмандар. Шытырмандары. Мен мысалы бір телефонға жұрттар мысалы 5 жыл көз майын тауысып оқыды, қанша уақыты кетті, ақшасы кетті. Мен енді бір жұрттарға айтам, мен енді сіздің тойыңызға бір ән айтып берейінші деп айтпаймын ғой. Сіз мені керек қылғаннан кейін мен барам, қызметім жасаймын. Керек қылып шақырғаннан кейін. Сол сияқты керек болғаннан кейін Әлібек көкеміне бір не келетін болды? Передача келетін болды, таңғы бірдеңе деген. Соған мен шақырды. Сен келесің, өлең айтасың деп. Содан анарадағы әртістер, сен кеше келесің, Әлібек үйінен ет жеп. Мен ет жеш деген жоғым ғой, өзі асып шақырды ғой, мен не алайын ет деймін ғой. Бір телефонға үңіліп қарадың да сен қатты кетіп барасың, не сен звездават ет деп. Мен звезда ештеңем жоқ құрсын. Сөйтіп, сол арада біраз ән айттық қой енді. Уәкеңнің несінде. Уәкеңдермен не қызық болады, ол кезде біз тым-тырыс отырамыз ғой уәкеңдердің алдында, Жүкең екеуінің алдында. Мен Жүкеңді бір әңгімен қиятын адам екен деп Алматыға барғанша қасына отырып алғанмын ғой. Әңгімен қияды, сөйтсе, ол вообще сөйлемейді ғой. Жүке дейіп. Бір телефон бар, планшеті бар, тық бір ойын ойнайды. Жүке әңгіме айтсашы, не айтам мен? Дейді да қайта отыр. Сағынаға кіреді құлпырады, сағынадан шығады, сөйлемейді, тымпиятта қалады. Ауылдың директорының қызы осы Шымкентке тұрмысқа шығып. Ол кезде каждый адамда машина жоқ, пазик автобус бар ғой. Сондай мен келатыр дейді бәрі. Сөйтсе бір көкем өңшең жаңа директордың жан-жағындағылар келеді ғой енді. Қасқырдың терісінен тігілген шинельмен бір көкеміз отыр дейді. Пазик 1000 дегенде салқын ғой енді, салқын болады. Ұрып келеді, айдала ол кезде бакат жоқ. Бір жерге келгенде помпсы кеткен ғой автобустың. Помпсы кетіп, бәрі жауырап, ана көкем сыр білдірмейді дейді. Қасқырдың терісінен тігілген шинель дейді, отыр дейді. Білгенмен осындай болатын. Осындай болатын, білгенмен де біреу айтады. Білсең үйіңнен помпа алып шықпайсың ба? Өзім киініп алмайды айтады. Ауылда үлкен кісі енді. Андай 71-ші жылға адамға айт жаса не деп. 71-ші жылға 69-ші жыл не болған айт жасан дейді да. Анау 71-ші жыл туылған. Армияда болғанын айтқан кезде армиядағы жаңағы қалайсыздар не істеп, ал енді өзіме келмек болсам дегеннен бастап болды, оқымай-ақ қой енді, ары қарай қазір қырат дейді дегенде, анау қыра деген же, ананы үйтіп ұрдым, мынаны бүйтіп ұрдым. Содан бір күн армия туралы айтсаң болды, сөйлей береді ана кісі. Сол бірінші қайта сұрай берген. Көке армияда қаяқта болдыңыз? Шешеңнің пәленшесінде болдым деп. Жыл жерде болыпсыз ғой деп. Анау пазик немен болған оқиға бұл да. Қожекент деген жерге кезек-кезек баяғыда көрші ауылға отырысқа барып мода еді ғой. Комби ма, бір москвич бар еді, артында несі бар. Мотор бар ма? Жоқ, артында пирожкова сияқты несі бар. Соған короче 7-8 бала отырысқа барымыз керек. Комби деген машина бар еді. Комби ма, москвична. Пирожковоз. Пирожковоз, артында несі бар. Соған короче 3 жігіт алдына отырамыз, москвичный. Тар ғой үш атаң. Ананың ішінде 3 жігіт отырады. Арақ ішіп отыр арқасында. Пазиктің артын жауып қойғанбыз. Орып ішіп алғанбыз ғой бәріміз. Бір кез машина бір аунап тұрды ғой бүйтіп. Аударылық әкелген жолда. Бір аунап тұрды да, сосын деп артында алып, қайт жүріп кеттік, ана бір тиктокта жүр ғой бүйтіп, жүгіле аударылып қайт жүріп кеттік. Дәл сондай болды, қайт жүріп кеттік. Сосын не аламыз, барғасын бұратыла көреміз, қойшы кешіктік, кете берейік дедім да, сөйтіп барып барсақ ше, аналардың арақтар төгілмеген ғой да, жайрақ айтасыңдар, не істеп жатсыңдар дейді. Біздің аударылғанымыз білмейді ама, арақтар төгілмеген ба? Тағы бұл арақтар төгілмеген ғой. Ауылда бір братан бар да, енді ақ көңіл жігіт қой енді. Братан әңгімен жыртады,
өзі деп ішіп жүреді ауылда өзі. Жұмыс жоқ, басқа жоқ, ішіп жүреді. Жаңағы арақ деген шығады. Магазин түбінде сондай ішеді ғой да ауылда. Кафеге барып ішпейді ешкім негізі. Өзі бір кафе бар, ол ішпейді кафенің ішінде. Далада тұрып ішкенді жақсы көреді. Парктың ішінде деген сияқты. Біз енді бір інішектеріміз арақ құйғызып қояды ғой бізге. Ішпейміз, арақ құйып жүреміз. Арақ құйып жатырмын. Жаңағы братан қада құйып неққа кетіп жатсам, бір арақ басам, ана братан бәрін құйып отқанда өзі тартып жібереді да. Маған құймағасыңдар ма дейді да. Екі стакан артық ішсе де әйтеуір сөйтіп ішеді да, короче. Құйып кетемін. Сөйтіп сол кісінің әңгімесін тыңдап жатырмын ғой. Сөйтіп сұраймын ғой, пәленше деген класстасыңыз келіп кетті ғой анау неде, Астанада жұмыс істейтін. Десем, ой, сол Астанадан келген жақсы қызмет істейтін класстасы келген. Соның қызын алам дедім. Қызы, кішкентай қызы бар, соны мен кішкентай балама алам деп жатырмын, Құдай қаласа. Құда боламыз дедік. Менсінбейді өзінше. Мен ішіп жүреді деген кейін менсінбей жатыр ма? Қызыңды алам, менің балам красавчик. Менің 3 балам бар ғой, білесің ғой деп бастады ғой. Менің 3 балам дейді. Тура Музарт сияқты дейді ғой, короче. Музарт тобы сияқты. Біреу Мейрамбек Беспаевқа, біреу Сәкенге, біреу Кенжебекке ұқсайды. Тура Музарт сияқты. Менің балаларым Музарттың балалары сияқты түрі. Соған алам деп айттым деді. Бұл әңгіме бітті. Арада біраз уақыт өтіп кеткеннен кейін ауылға қайтып бардым да әдейі сұраймын ғой енді братаннан. Әдейі сол әңгімені сұрайын дедім. Қалайсыз братан, жақсы ба? Ана пәленшемен құда болатын болдыңыз ба енді? Музарттың балалары деп атар едіңіз ғой десем, как раз сол мен сұраған кезде әйелімен ажырасып жүр екен да көкемше. Не қылдыңыз, балаларыңыз жүр ма, Музарт балаларыңыз десем, шешем, Музарт тарап кетті де қойды. Музарттан да тарап кетті деген. Сведош қола беретін еді бір ауылда. Короче, бір 75-те бір адам, мен асықсым деді, короче, мен баняға түсім керек деп баня жағып, содан біз ерегісіп енді ауызданып жүрген кез спирт, резиновый, этиловый спирт па, резинген дәмжанды спирт. Төртеуміз сонда ауыл шулататын. Төртеуміз ішіп алдық, спирт ішеміз, су араластырып. Сөйтіп ішіп алып қоя, біз түсеміз, кетеді қазір деді. Кірдік, сөйтсек анау 75-тегі ағасы ашуланған, әрбір есік тұрған, біз ішіне іліп алған бір кезде. Есіктің сыртынан томар тіреді да, тіреген да, короче. Покрышки жақты ғой ананың ішіне. Ананың ішінде енді мүмкін енді ауылда пары бөлек, түсетін жері бөлек емес қой, бәрі бірдей ғой. Анарада бар ғой, ана суағатынға таласып жатыр қой. Демалшы мұздай солаға келіп басқа жерде жоқ. Содан болмады анарада тесіп шықтық есікті, көрсеттік. Жүгіріп үйге барып 80-ші жыл бір братан үйіне кіріп қалып, біз де енді соң үйіне кірдік, енді көрші ғой, сол үйге кірейік деп кірдік. Сөйтсек, анау кірген кезде свет жанған ғой. Сөйтсе әкесі бүйтіп қарап, кімнің көмірін түсіріп келдің еді қойды. Баняға түскен, сен біреудің көмірін түсіріп келгенсің ғой, бір-бірімізге қарасақ, өстіп азымыз күйе қойып қап-қара келді. Бір өлімнен қалғанбыз сөйтіп әкеге. Ауылда бәрі сондай. Бір ақ оттың ішіне ит әкеп, көкемізге мақтаған ғой, енді ақшаға сатып алған. Іздегенде атасын болды өзі алып келе береді деп. Соны ақ отаға шығамыз, ұрып келе жатырық. Сөйтсе ана ит мақау, ештеңе іздемейді, адам қазынан шықпайды әкең. Тазик бар дейді, ана мақтап ап шыққан алдында. Болмады анау, жүрмейді сөйтсе. Ана күйіп кеткен, шошырға дайын жараған. Мылтығын беріп ат итке, мә сен атшы, мен ұшырайын дейді оған. Қамыздың арасында кіріп, мен ұшырайын, мә сен атшы дейді оған итке жежі. Ана мақтағанды алдында өлтіріп мақтаған ғой, біз сенгенбіз ғой. Атасын болды, рюкзакты ашып тұрасың, өзі әкеп салады. Ойбай, жақсы деген ғой деп, нәбек сөйтсек, анау деген мақауға да шындық деп қабылдаңдар. Ямахамен өлең айтатын Ескендір деген ағам бар. Ямахамен өгізді бәрі жеп ой ғой, Ямахамен қыз балаңға сай болып ұратына қойдырып та тілді бұрап жүріп өзбекше. Бір той өлең айтып тұрамыз, сонда же ойба, не деген. Соң көрші ауылға барып, екі ауыл барып, өлең айтып тұрған кезде иті даусынан танып келген ғой. Бір жыл жоғалтқан иті, ана өлең айтып тұрған кезде шауып көп асылған. Соң микрофон айтып, мына ит кім алған екен? Менікі мына итіна. Сөйтіп бәрі мойындаған ғой, болды, мойындаймыз деп. Сөйтіп алып келді. Ана аңшы ит деген бар ғой, аналарға қарағанда миы сәл толықтау болады деймін. Жалпы негізі иттер анау
қазір интернетте де көріп алдын ала сезетіндігі, иә біреу апат машина болған жатса итеріп қалатын, жаңағыдай құтқарып жіберетін иттер негізі өте ақылды болады ғой негізі. менің қазір бір дүбәра итім бар. 5 секунд алда жүреді ғой ит дегенде. Бірақ білімді болып кетесің. мен енді жылына бір барамын ғой ауылға, үйге барған кезде қыңсылап бүйтіп аунаған кезде ананы аяйсың кәдімгі. ана жаққа алып кетейін десем менің көршілерім бәрі алабай асырайды да, кейін өлтіріп тастар созып әкеліп. Иә. Сөйтемін да қойшы деймін. Әйтпесем мына итім сағынған кезде бар ғой, аяғыма жабысып жібермейді, қыңсылап жылап шеш. Кәдімгі міне ит әкейін. Охотаға шығып тұрасыз ба әлі? Охотаға әлде де шығып тұрамын, иә. Охота енді ол деген бөлек әлем ол охота, ойбай. Демалыстың несі ғой, иә. Қазір ненің сезоны болып жатыр? Қазір қырғауылдың сезоны. Көктем ара үйректікі. Жазда демаламын дейді. Тырна келеді, иә, жазда демаламын. Балық жазда. Жаңағы көкеміз айтпақшы бір тайды тарап тұр екен да бүйтіп. Бүгін ау тайма құнан ба десем, 17 жаны бар тайға талаттық болды. Мен өзім туған күнді ұмытып өткізіп жүре беремін деймін да, бүкіл жыл. Анау жүрген 18 майда қойды. Қой дедім да, метркесін жарып жүрсің. Сондай адамдар бар ғой. Үйіндегі сиырдың бәрін индийский ат қойып қоятын. Рита, Марта деген. Біздің ауылда да тоже сондай бір кісі бар да, мал адамнан гөрі малды қатты танитын ше. Сол біздің бір бұзау ма бірдеңе ауырып қалды, короче. Сондай бір ауырып қалды ғой, бір сиыр, бұзаулар, сиырлар көп ауырады ғой. Сол келді да, ол кезде айтсам мал дәрігері емес ол. Иә. Бүйтіп келді бір бұзауымыз, бүйтіп әбіржіп тұр, бүйтіп сиыры жаңа падаға кеткен. Қораға бүйтіп кірді да, бүйтіп басын ұстап тұр. Давлениесі жоқтық болды. Давлениесі несі? Давлениесі жоқ. Не ол дегенде көз тиді ма? Жаман нәрсе жеген ғой бұл деп. Қандай адам құсап айтады ғой, сипалап тұр. Кісі бар еді. Сиыр алып сататын біреу келіп, біздің үйде өзі жаман шаруашылыққа жоқпыз да біз. Мұғалімнің адамы, әкеші мұғалім болғаннан кейін огородта егілмейді. Бірдеңе асырасақ өнбейді дейді. Сатып алып жейміз да. Сонымен ағаларымыз айтты ғой, сиыр асырайық, қой асырайық жұрттарына, көршілерімізден ұят болар деген сияқты. Сонымен үйде бір бұқа бар еді, сол бұқаны Қарабұлақтан бұзаулы сиырға ауыстыртқыздық қой, короче. Дәу бұқаны сауамыз деп. Сөйтсек ол Қарабұлақтың сиырлары үйінен шыға сап жайылатын сиырлар екен де, короче. Қарабұлақ көп күн қой мына жақындары. Үйінен шығады, жайылады. Ары кетсе ұзақ жүрмегенде 300-400 метр жүріп кіріп үйіне қайтып кіретін бұзаулы сиырлар ғой. Ал біздің ауылда Созақта кеттің жаңа барған сияқты біздің ауыл жақта 30 километрге кетесің ғой сен. 30-40 километр падаға барып жайылып келеміз, қайтып қарны жатып жай келеді ол жолдан. Еңбек. Иә, сөйтіп сол біз сиырды алып шығып кетеді. Бәле падашы. Сонымен айналысады ғой, бірыңғай. Ол кәдімгі адам сияқты бүйт қаша деген да. Біз аттардан ше ешекке байлады, бір сиырға байлады, болмады ғой. Сол сиыр үй жақта өтті ғой, полный. Огородтардан ше кәдімгі бүйтіп есік жоқ болсын, кірмесін, далада жүрсін десең, бүйтіп ашып, өзі кәдімгі жаман пысық кәдімгі. Өзбек сиыр еді ол негізі кәдімгі. Сондай өзі, сосын андайға да сенем. Көп иті болсын, қойы болсын, үйдің егесіне тартады мойыннан негізінде. Түрі де ұқсап кетеді ғой, негізі сондайға. Иттердің түрі ұқсап кетеді көбінесе. Пысық болғаным ба, итін әкеп беретін тұғын. Жоқ, қандай түрі келеді ғой негізі. Біздің алда бір өгіз бар. Сол жаңа қашыртамыз 500 теңгеден сиырды апарып. Сөйтсе бір көршім үлкен кісі енді 70-ке келген ба, 60 пәленшенің үйіне барып мына сиырды күйлеп тұр ма, не жемей қалып жүр, барып қашыртып керек те жарайды деп. Сол бардық, сиырын апарып, үйінде ешкім жоқ, бір жас келін, бір ай болған ба түскеніне бір келін. Келін әкесінің атын айтты, пәленше қайда, сиырды қашырту керек еді деп еді. Палкысы 500 теңге дейді. Ала көкем бет қарайды ол машинасы. Палкысы 500 теңге. Қашырта беріңіздер, палкысы 500 теңге дейді. Анау
ана азан жүгірген маған қарайды мынау не деп жатыр дейді мен қаяқтан білемін бір рет қашыртамыз болып кетті 500 теңгең бар ғой бір сағатқа батырсыздар ма? Бақдәулет Арыстанды білесің Мен білемін, сенің папасы Арыстан деген ағамыз. білемін оны Е-май, Арыстан деген ағам. ауған сосын ардагер Арыстан деген ағамыз бар. Bir toyda 60 anekdot aytатын адам ғой, 60-70 анекдот айтады. Тоқтамай анекдот айта береді. Естігем оны. Иә. Сол кісінің анекдоты бар еді, оны біз КВН-ге ойнағанбыз. Қандай анекдот бар еді? Жаңа палка дегеннен шығып жатыр. Сондай шутка, анекдотта негізі бірақ шуткаға ойнағанбыз. Құдалықта болған жағдай дейді да. Кім інім бергеш анау жоғарыда отырған құдашаға менің атымнан бір 5 палка шашлык атшы дейді ғой. Төө жоғарыда отырған апарып береді да. Анау жоғарыда отырған құдаңыз сізге 5 палка шашлык атты десе, маған 2 палка да жетеді дейді. Уәлибек көкеміздің енді көп еңбек сіңді ғой маған. Иә. Ол кісі енді ауыз дуалы, сол бір Қызылордада тойда болып, тамада болып жатыр. Бір биік кіріп шығады ғой енді ол кісілер. Көп тамада болмайды. Сөйтті да мені хабарлап жатыр. Бала сен ақшадан қысылып жүрсің ау деймін. Деді сосын, иә тракторға соляр құятын ақша жоқ деймін, трактористпін ғой енді. Қазір деді шықты да, қалай мен қазір бір жігіт шақырам. Реңіне мән бермеңдер оң. Бұның дауысын дейді, радиодан тыңдасаң, бір кәдімгі құшақтап сүйгің келеді ана жігітті дейді. Ал енді түрін көрсең желанияң бәрі қашып кетеді дейді. Мен не жақта намыстанып тұрмын өзімше, деп. Сөйтіп халыққа сөйтіп әдейі сөйтіп айтып өткізеді екен да. Сөйтіп шықты, бұл тракторист. Қазір білесіңдер соляркин бағасын. Оған бір соляркин бірдеңесін не алайық, өнер сатылмайды, бағаланады. Ал бала жіберді. Ана өзіңді бірақ бір түрлі сезінеді екенсің, өлең айтып тұрмын сахнада. Сахнасы бар не ғой, тойхана. Сахнада өлең айтып тұрсың, келеді да ақша сала береді. Ұялдым, ана бірақ ақша саған сайын даусың ашыла бере ма бірдеңе ғой? Тоқтамай мәген қарайды маған. Айтып бітірдім. 480 мың саған алдым. 480 мың деген ақшаны мен трактор бір жылдық табысым ғой. Біреудің ағайын, біреудің өзі жақсы, біреудің көзі жақсы. Түре деп. Ауылда белгілі ғой, түре. Үйге құда келіп жатыр, сен не алып жатсың? Гитараңды ал да жүр деп бір теуіп алып кетеді. Мен енді келіншегімді алған оқиғаны айтып берейін. Ол енді кәдім болған оқиға өзімнен 10 жас кіші келіншегім. 17 жасында алдым. Келіншегім айтам ғой, мен қаяма қызықтың сен десем, сен туралы информация жинадым. Бұзық болыпсың, төбелескіш болыпсың, ішкіш болыпсың. Маған сондай достойны кәдімгі өзін ұстап жүрмей, енді мыжыңдап, қатын сияқты түртпектеп тиісетін еркектер ұнамайды дейді да, маған кәдімгі жігітше жүретін адам. Мен туралы группаластарынан сұрайды ғой, Асылжанға осындай тиін деп жатырмын десе, аналар айтып, ойбай деп зәресі қалмайды дейді да, оған тигенше байсыз өтпейсің ба, не, ана ойбай, ол төбелес жүрген жер. Тойға барса, ана палатын тесіп шығады. Сондай ол деп. Содан маған айтады ғой, рас па дейді да, қайдағы мен ондай итке құйса итішпейтін нәрсен, 17 жасар қызды алдау оңай ғой. Итке құйсаң итішпейтін нәрсе, анау, мен тойға шығам, короче. Тойға шығам да. 20-30 мың, ол кезде енді 2009 жылы 20-30 мың деген біраз ақша. 20-30 мың теңге алам барам да. Күнде той менде. Барам да, гитарамен патып тұрып өлең айтам да, қайтам. Сондай, ой, болды. Содан әйтеуір өйтіп алдым. Содан бір күн той келеді. Ауылда жаңағыдай көкелерім келеді де, үйіңнен келіп, құйрықтан бір теуіп алып кетеді ғой. Жүре үйге құда келіп жатыр әжем, өлеңді айтты. Өлең айтады, жаңағыдай кәйіп болып кетеді, 4 адам 4 жағынан көтеріп әкеліп тастайды үйге. Ана бір қытайский көйлек береді. Жағасы 42, мынағы 50 алды ма бірдеңе. Содан ана келіншегім жай қалтамды көреді екен, ештеңе жоқ қалтамда, осының қалтасында жатыр. Bir gün maqul, bir gün almagan çare, bir gün kençegim aytdı ғой, DVD-де тоқ жүйді ғой дейді да. Ең болмаса сен бірдеңе әкелсең маған. Содан әйтеуір тегін тойға шығып жүріп, Құдайдың бір қарасқан шығар енді уәкеңнің жолығып. Осындай дәрежеге жеттік. Аллаға мың қайтара шүкір.
Бәкеңе алғысым шексіз. Иә. Сіздерге де рахмет. Уәлибек аға сол шаншарға шығатын кезде күшті хабарлаған ғой. Мысалы Бәкеңнің айтысы маған мақтап шығарайын ба деді. Жоқ, білгенімді істей берейін ба деп. Менен рұқсат сұрады ол кісі. Жұрт ана комментарияда Джеймидің, ана қазақтың Джеймидің астын оқысаң, Уәкеңді жерден ап жерге салған ғой, бұл адам ғой, неғып сен бұл сонша неғасың. Уәкеңнің айтысы, сені солай айтуым керек. Сол кезде сен бұның нанын бір 15 жыл жейсің. Иә, конечно. Жегізейін ба деді, ойбай бүгін нан жегім келеді ғой. Заттыбек ағаны да мысалға бір зат туылды бала жаңам үйден шықсам нан әкеледі деп күтіп отырады дедім. Мен сол нан апарайын да демем, болды онда деді. Мен неме қарсы келмейсің. Бірақ намыс неңе тиеді ғой анда Ауғанстанда ешекпен героин таситын деген кезде қалды. Бүйтіп қаласың ғой дір. Ауғанстанда ешек. Анарада енді сондаймен өтеді да адамға. Бірінші шыққан кезде енді дворецке шыққан кезде де ё-моё анау Уәкен құлағына сыбырлаған ғой, көке айтпай қайта берейші деп. Дата боушы ана дворецтің жібермей тұр да. Анау конгресс холл, мангресс холлында ол свободный бір тойда айтып жүрген сияқты айта бердім да. Дворецке шығып осындай бір баланы тауып алдым. Асыл шық деді. Шығып қалдым ғой. Шығып қалсам ана халық, Алтынбек Қоразбаев, өмір көрмеген адамдарым, Қайрат Нұртастың мамасы, маған гүл берген сол кісі ғой. Сол аналар көріп өйтіп қарадым да. Ай даусым дірілдейді ғой. Сөйттім да ана бітті. Уәкең уже біледі ғой енді. Жүгіріп келді ғой қасыма. Не болды? Айтсай деп. Көке айтпай қойшы деген ғой. Мен сен бір 2 жылдан бері не дайындап жүрмін айт дейтін. Мен тұрмын қасында қорықпа деп. Сонымен бірдеңе айтып шықтық қой. Күшті. Негізі осы нағыз жаңа таланттар ауылда жүр ғой негізі көп мықты талант. Иә, сондықтан біз де көргенімізге қуаныштымыз братан. Шыны керек, бұл тоқтап қалмау керек. Бұл жаңа Уәлибек ағамыз бір жаңа трамплинді жол салып берсе, Құдай қаласа, біз де бір кішкене септігімізді тигіземіз деген ойдамыз, братан. Мен енді өнерді өзім қатты жақсы көремін бала күнінен. Менің әкем де жақсы көрді өнерді негізі. Әкем, біз бір үйде 8-біз. 8-іміз де ән айтамыз, 8-іміз де инструмент тартамыз. Аккордеон, баян, гитара, домбыра, мандолинге дейін бардық үйде. Мен әкем де ән айтқам. Бірақ жаңағыдай елдің алдына шығып айтқан ұнатпайды. Мен өзім баяғыда мысалы кішкентай кезімде қара бауыр қасқалдақ сыпырғымен айтады екенмін. Кішкентай кезімде. Сол өнерді қатты жақсы көретінім. Содан тыңдай да білем мен өнерді. Айтқан бір бөлек, тыңдау бір бөлек та. Енді менің Қызылордада Үктай Ерниязов деген қазір арқырап шығып жатыр ғой. Мықты ақын, композитор, ақын жақсы. Өзінің несіне жақсы жігіт өзі де. Сосын Әл-Фараби деген жігіт бар. Сол екеуінің туындысы қазір енді кім айтып жүр ғой? Досхан ағамыз айтты, Төреғали айтты, найзағай көңіл деп жүр ғой енді. Ол найзағай көңіл емес, негізі түп нұсқасында найзағай болып деп шыққан ән екен. Сөзі басқаша еді ғой. Иә, мен енді соны оригиналын орындап. Иә, оригиналын түп нұсқасын мен айтып берейін. Ол енді айтсаң историясы көп. Бір тыңдайықшы. Сезімнің қуат күшіне ердім, өмірдің сынақ ісіне көндім, аңсаумен талай шаршаулы едім, ақыры сені түсімде көрдім, ақыры сені түсімде көрдім. Жүрушем сені айнала тұрып, алдартымды да болжамай толық, қашанғы бұлттай жабырқай берем, жарқ етейінші найзағай болып, жарқ етейінші найзағай болып. Жанайқайымдай жаңғырған әнім бойымда барда, алғыр талабым бұғаулы қолмен бұзып шығармын,
шойын қақпалы тағдыр қамалым, шойын қақпалы тағдыр қамалым, жүрушем сені айнала тұрып, алдартымды да болжамай толық, қашанғы бұлттай жабырқай берем, жарқ етейінші найзағай болып, жарқ етейінші найзағай болып, жарқ етейінші найзағай болып. Бөлек, Күшті, братан. Өзбекшені бір айтышты да. Өзбекшені енді баяғыда Бауыржанға айтып, Ибрагим көкемізге, содан ол шығарам деді да, кейіннен Бауыржан шоудың мәнісі қашып кетті ғой. Рас қой енді, кеш жолығып қалдым ғой, мен негізі өнерге кеш келдім ғой. Бала-шағалы болғаннан кейін. Бойдақ болсаң паркке қонып, анаяққа қонып жүре бересің ғой енді. Бала-шаға артында телешкі болғаннан кейін уже соларға алаңдаумен уже неғылмай қаласын. Кештеу жолығып қалдық Бауыржан ағамызбен де. Сол кісі анау Катюшаны шығарды ғой бір әртүрлі тілде. Катюша жан деп. Сондай шығарамыз деді бұл миллионды. Оған енді іске аспай қалды, өкінішке орай. Кейін Бауыржан ағамыз Астанаға кетті, ол Астанаға да барып, сонымен қайттық қой енді. Сол Миллион Олег Рос деген 97 жылы бір қыз айтып шықты өзбекшесін. Енді өзбекше түсінетін болсаңдар, мен де бір тойға барып, адам жаңа өлең таппай қалғанда осыны айтқам, өзбектердің тойына барып, сөйтсем көп жерлер өтірік екен енді. Бірақ енді жобалап тілді бұрап өзбекшеге бұра береміз. Ey mihriban va singlim, yaxshi ko'rgan yarim, menga bahor gulzarim, seni yarim, seni canım. Milyon asal qizlarim, yuragiga o'tlar yoqarsan, shirinim asalim debon qizlarim, ketidan gapirmay qara qoshlarim. Milyon asal qizlarim, yuragiga o'tlar yoqarsan, shirinim asalim debon qizlarim, ketidan gapirmay qara qoshlariga. Рахмет, Азеке, аман болыңыз, қайда жүрсеңіз. Көп рахмет, бізді сыйлап, бізді құрметтеп келіп, осы әдем әңгімеңізге, Құдай қаласа. Бұл бағдарламаның несі жоқ қандай? Бір барық қойдым, енді бармайым дейтін. Тағы да әңгімелер, Құдай қаласа, еске түсіп жатса, хабарласып, тағы да әңгіме тыңдаймыз деген ойдамыз. Бізде бүгін қонақта болған Асекең Асылжан Омаров деп ютубқа жазсаңыздар, полный шығып тұр бұл кісінің, полный. Сондықтан тек жақсылықта, тойда кездесейік, братан, Құдай қаласа, амандықта, саулықта. Осымен біздің 3D бағдарламасы өз санын аяқтады. Келесі кімді көргілеріңіз келсе комментарияға жаза кетіңіздер. Жақсы.